Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айман. Бүгін сіздермен түріктің ең танымал тәттісі сүтләч дайындайтын боламыз. Бұл десерттің фишкасы бетінің күйгендігінде. Осы тәттіні менімен бірге әзірлеп, отбасыңызды қуантыңыз. Кастрюлькамызды алып, оған жарты стакан күрішімізді саламыз. Оның үстінен 2 стакан суымызды құйып, күрішіміз қайнағанша қойып қоямыз. Міне біздің күрішіміз қайнады. Енді осы қайнаған күрішіміздің астын басып, баяу отта суы тартылғанша қайнататын боламыз. Мінекей біздің күріштеріміздің суы тартылып, күріштеріміз жұмсарып пісті. Енді бұл күріштің үстіне сүтімізді құямыз. Ескеретін жайт, сүтімізден азырақ алып қалуымыз керек болады. Сүтіміз бен күрішімізді 10-15 минут қайнатамыз. Жаңағы алып қалған азырақ сүтімізді крахмалымыздың үстіне құйып, екеуін жақсылап араластырып, шетке алып қоятын боламыз. Ал енді 10-15 минут қайнаған күрішіміз бен сүтіміздің үстіне қантымызды және де ванилинімізді қосып, тағы бір қайнағанша күтетін боламыз. Қайнаған сүтіміздің массамыздың үстіне жаңағы дайындаған крахмалды сүтімізді қосып, араластырып, тағы да 10 минут қайнататын боламыз. Он минут қайнағаннан кейін осындай қоймалжыңдау масса болады. Бұл біздің сүтләчіміз дайын деген сөз. Енді сүтләчімізді ыдыстарға салып, құйып, жақсылап орналастырып, дайын сүтләч салынған ыдыстарымызды формамызға орналастырып, формамыздың жартысына дейін су құйып, үстіңгі дәрежеде 200 градусқа қызып тұрған пешке салып, бетін күйдіретін боламыз. Беті күйіп, әдемі болып шыққан сүтләчтарымыз енді дайын. Дайын сүтләчтарымыздың суын төгіп, тоңазытқышқа салып, салқындатып, десертімізді ұсынатын боламыз. Видео ұнаса лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыз.